Сәлем достар. Бүгінгі кинотайымда 2013 жылы жарық көрген шынайы оқиғаға негізделген «Желание» фильмі. Аспанда еркін қалықтап, желі қайда айдаса сонда бағытталған әуе жыланы үлкен, шуақты қала үстінен ұшып өтеді. Сол қалада Саван есімді ақылды, әрі ынталы 8 жастағы қыз бала тұрады. Жасына қарамастан, ол өте алғыр. Ол күн сайын өзінің ең жақын құрбысы, кішкентай Сухпен бірге мектепке барады. Бір күні таңертең Саван мектепке жиналып жатып, анасынан өрім жасап беруін сұрайды. Бірақ анасы жұмысымен де үй шаруасымен де қатты айналысып, бос болмай қалады. Мұны байқаған әкесі қыздың шашын өзі өреді. Саван мектепке жиналады, бірақ далада жаңбыр жауып кетеді. Анасы, сені мектепке апарып тастайын ба? Деп сұрайды. Не надо, я сама добегу за 3 минуты. Только прошу тебя, ни в коем случае не ходи переулками, иди только по главной дороге. Поняла? Я так и собиралась идти. Никуда не сворачивай. Саван мектепке қарай бет алады, бірақ оның достары одан ертерек келіп қойған еді. Ол мектепке жақындап келе жатқанда, артынан алыстан бір ер адам оны бақылап тұрғаны көрінеді. Келесі көріністе әңгіме басында еркін қалықтап жүрген әуезіме енді жаңбырлы дымқыл жолда жатыр. Әлгі ер адам змені көтеріп алып, Саванға жақындайды. Ол қыздың қолшатырын мақтап, өте әдемі екенін айтады да, онымен бірге бөлісуін сұрайды. Но я тогда опоздаю в школу. Қатты жауған жаңбырдың кесірінен көшеде ешкім жоқ еді. Келесі көріністе нағыз хаос басталады. Саванның қолшатырын түгелдей сынған күйде көреміз. Оның сөмкесі, аяқ киімі және заттары қаңырап қалған көшеге жан-жаққа шашылып кеткен. Өзі де сол жерде жараланып қалтырап жатыр. Соңғы күшін жинап, ол көмек шақыру үшін телефон соғады. Бірнеше минуттан кейін жедел жәрдем келіп, оны ауруханаға алып кетеді. Саванның анасы ауруханаға жеткенде қызын көріп, өз-өзін ұстай алмайды, қызының мүшкіл халі оны күйретіп жібереді. Саванның денесі толған жарақат, оның қандай қорлық көргенін айқын көрсетіп тұр. Компьютерная томография показала множество ран и разрывов в области прямой и толстой кишки. Ей необходима операция. Возможно, нам придется удалить части большого и малого кишечника. Әлгі ер адам оған тек қана шабуыл жасап қоймай, оны жартылай өлімші етіп сабап тастаған. Бірақ қандай керемет күшпен екені белгісіз, Саван әлі тірі еді. Дәрігерлер оның ата-анасына қыздың өмірін сақтап қалу үшін шұғыл ота қажет екенін айтады. Идет операция. Отадан кейін олар зақымның қаншалықты ауыр екенін түсіндіреді. Саванның өмірін құтқару үшін олардың оның ішегінің үлкен бөлігін және анусын алып тастауға тура келген. Оның орнына жасанды анус орнатылды. Сондай-ақ оған енді жамбас қызметін басқаратын стома қойылды. Дәрігерлер жан түршіктірер жаңалық айтады. Саван бұл жағдаймен өмірінің соңына дейін өмір сүруге мәжбүр болады. Саванның ата-анасы бұл ауыр трагедияны өте қиын қабылдайды. Алдарында ұзақ және ауыр сауығу жолы тұр. Саван ақыры есін жинағанда әкесі бірден қасына жүгіріп келеді. Папа, а как же работа? Работа? Я уже все закончил. Я думала, что вы с мамой будете заняты. Бұл сөзді естіген әкесі өзін кінәлі сезінеді, өйткені ол сол кезде қызын қорғай алмағанын түсінеді. Саван әлсіз дауыспен оны сабаған адамды тауып беруді өтінеді. Но плохого человека нужно поймать. Мне было очень больно. На нем были бежевые брюки и жилет со множеством карманов. Ты о ком? О плохом человеке. Его нужно поймать и наказать. Әкесі оған демалу керегін айтады, бірақ Саван ұйықтағысы келетінін қайталап тұрып алады. Ол ұйықтап қалса, болған оқиғаның бәрін ұмытып қаламын деп қатты қорқады. Оның кішкентай жүрегінің түбінде әлгі ер адамның міндетті түрде ұсталғанын қатты қалайды. Жасы небәрі 8-де болса да, оның ақыл ойы жасынан әлдеқайда биік еді. Бірнеше минуттан кейін Саван көзі ілініп ұйықтап кетеді. Әкесі эмоциясын әрең басып, өзін ұстап тұра алмай, ақырын ғана палата есігінен шығып кетеді.
Палатадан тыс жерде Саванның ата-анасына полиция олардың қызын азаптаған ер адамның жеке басын анықтағанын хабарлайды. Саванның әкесі бірден полиция бөліміне барып, шара қолдануға асығады. Кто он такой? Где он живет? Понимаете, я не имею права сообщать вам эти сведения. У вас есть его отпечатки. Вы знаете, кто он? Но дело в том, что мы не можем арестовать его лишь на основании отпечатков. Он здесь? Который из них? Полицейлер оған бұл адамды қамауға алуға дәлел жеткіліксіз екенін айтады. Какие вам еще доказательства нужны? Например, запись видеонаблюдения или ДНК. Но на месте преступления не было камер, и анализа ДНК тоже нет. Знаете, есть выход. Если жертва даст показания и опознает его, тогда нам не понадобится ордер. Даст показания? И тогда вы сможете арестовать его уже сейчас? Саванның әкесі бұл жаңалықта елмен бөліскенде, анасы ашуға булығады. Ол қыздарының басынан өткен қорқынышты жағдайды қайтадан еске салғысы келмейді, оның тағы да жаралануынан қорқады. Осылайша олардың арасында үлкен жанжал туады. Ты хочешь, чтобы она вспоминала тот ужасный день? И ты еще зовешь себя отцом? У тебя что, вообще чувств нет? Чувств? Хорошо. Будем считать, что нет. Екеуінің де эмоционалды тұрғыдан қатты күйзелгені, қыздарының бастан кешкен қорқынышты оқиғасын қабылдай алмай қиналып жүргені анық еді. Олардың дау-дамайының ортасында Саванның әкесіне бір полицей жақындап, оған үйіне барып, Саванның барлық ойыншықтарын жинап, ауруханаға алып келуді ұсынады. Бұл ұсыныс Саванның әкесін таңғалдырды. Полицей түсіндіреді, бұл өтінішті Саванға тағайындалған әйел психиатр жасаған. Түсінбей тұрса да, қызы үшін бәрін жасауға дайын әке үйіне қарай жол тартады. Үйге келгенде ол Саванның ең жақсы көретін ойыншығын, Какамонгты табады да, оны абайлап қолына алып, ауруханаға қайта оралады. Ол осы ойыншық қызын жұбатуға көмектеседі деп үміттенеді. Ауруханаға Саванның емін бастау үшін психиатр келеді. Әйел психиатр алдымен Саванмен ойнап, онымен сенімді қарым-қатынас орнатуға тырысады. Ол Саванға оның ең сүйікті ойыншығын береді. Сонда қыздың жүзінде әлсіз болса да бір жымиыс пайда болады. Уақыт өте келе Саванның мінез құлқы біртіндеп қалыпқа келе бастайды. Саван өзін сәл жақсырақ сезіне бастағанда, психиатр оған абайлап сұрақтар қоя бастайды. Сеанс барысында полицейлердің бірі бәрін бейне жазбаға түсіріп отырады. Психиатр Саванға әртүрлі адамдардың суреттерін бірінен соң бірін көрсетеді. Саван өзіне жамандық жасаған ер адамның суретін көрген сәтте көзін дереу жұмып алады. Психиатр оның дәл сол қылмыскер екенін түсінеді. Бұл ақпаратты нақтылау үшін психиатр Саванға кішірек бірнеше сурет көрсетіп, сол ер адамды тануын сұрайды. Қатты қиналып, қолдары дірілдеп тұрғанына қарамастан, Саван баяу саусағын көтеріп, өз өмірін күл-талқан еткен сол қобыжықты нұсқайды. Саванның қылмыскерді тануының арқасында полицияда ақырындап оны тұтқындауға жеткілікті дәлел жиналады. Психиатр кетер алдында Саванның әкесімен сөйлеседі. Ол Саванға толықтай қалпына келу үшін уақыт пен қолдау қажет екенін, оның әрі физикалық, әрі моральдық сауығу отбасының қатысуынсыз мүмкін болмайтынын түсіндіреді. Психиатр оған өзінің визит картасын беріп, кез келген уақытта көмек сұрай алатынын айтады. Алайда Саванның анасы ашуланады. Что вы себе позволяете? Зачем говорить о вещах, которые даже не произошли? К чему эти запугивания? Милая, да что с тобой? Если вы закончили, то катитесь отсюда. Бұл уақытта полиция қылмыскерді сәтті ұстап, бұл жаңалық тез арада бақ беттеріне тарайды. Журналистер ауруханаға ағылып келіп, бұл жағдайды жарыса хабарлауға тырысады. Саванның әкесі мұны естіген бойда қызының басына тағы ауыртпалық түспес үшін ауруханаға асығады. Ол баспасөз өкілдері трагедияны одан сайын ушықтырып, Саванға зиян келтіруі мүмкін екенін жақсы біледі. Аурухана қызметкерлері Саванды басқа палатаға көшіруге дайындалып жатқанда, журналистер де соңдарынан ереді. Жағдай бақылаудан шыға бастағанын түсінген әкесі Саванны қолына алып, жоғарғы қабаттағы тыныш бөлмеге апарады. Ал Саван болса үрей мен мазасыздыққа толы күйде еді. Әкесіне жасқа толған көздерімен қарап: Папочка, я что-то сделала не так. Әкесі оны жұмсақ дауыспен жұбатып, оның ештеңеге кінәлі емес екенін айтады. Қызын тыныштандыруға тырысып жатқанда, Саванның қалдық жиналатын арнайы дорбасы кенеттен жарылып, ішіндегі заттар төсекке төгіліп кетеді. Әкесі тез арада жинап, дорбаны ауыстырады. Киімін түзету үшін ашқан сәтте Саванның бойын кенеттен қатты посттравматикалық стресс ұстамасы билейді.
Оқиға кезіндегі қорқынышты көріністер ойына қайта оралып, ол бірден қатты мазасызданып, өз-өзін ұстай алмай қалады. Алғашында әкесі абдырап, не болып жатқанын түсіне алмай қалды. Бірақ жағдайды аңғарған кезде ол шегініп, қайғыдан дірілдеп кетті. Қызына жасалған қиянаттың салған жарасы көзге көрінгеннен де ауыр екенін түсінген сәтте оның жүрегі жаншылып мыңға бөлінді. Кешке Саванның әкесі қайта палатасына кіргенде, қыз оны көре сала тез арада үстіне көрпесін жауып алды. Оның бұл әрекеті әкесін тоқтатып тастайды, бірақ ол жұмсақ дауыспен анасының өзін жайсыз сезініп жүргенін, сондықтан жақын арада келуге шамасы болмайтынын айтады. Сондай-ақ жақында оның інісі дүниеге келетінін де жеткізеді. Саван үнсіз қалады. Ол ештеңе демейді. Әкесі таңертең болған оқиғаның қызын ғана емес, өзін де қорқытып тастағанын түсінеді. Бұл ой оның жүрегін тағы езеді, бірақ ол өз қайғысын сыртқа шығармауға тырысады. Ол жай ғана Саванға қарап: Саван, ты что, стесняешься меня? Это же я, папа, не надо стесняться. Жүрегі езілген ол ақырын ғана палата есігін жауып шығып кетеді. Аурухана шығындары көбейе береді, ал Саванның әкесі оларды төлеуге қиналады. Көмекке мұқтаж болған ол өзімен бірге жұмыс істейтін жақын досына қоңырау шалады. Бұл досы бұрында оған қолдау көрсеткен, енді де ойланбастан көмегін ұсынады. Досы оны жұбатып, жұмыс үшін алаңдамауын, бәрін уақытша өз мойнына алатынын айтады. Бірнеше күннен кейін Саванға шабуыл жасаған ер адамның соты отырысы өтеді. Тергеу кезінде ол барлық айыптауларды жоққа шығарады. Өзінің құрылысшы екенін, оқиға болған түні жұмыс орнында болғанын айтады. Таңертең үйге келген соң алкоголь ішіп, ұйықтап қалғанын, болған жай туралы ештеңе білмейтінін айтып шегініп шығады. Ответчик. Около 8:30 утра 19 июля ответчик затащил 8-летнюю жертву на ближайшую стройку. Там он нанес ей травмы лица и брюшной полости, душил ее. А затем подверг сексуальному насилию в генитальной форме, верно? Я ничего не помню. Я всю ночь работал, а домой пришел на рассвете. Я напился и пошел спать. Алайда полиция оның үстінен өте дәлелді айғақтар келтіреді. Олар ер адамның киімінен Саванның қаны табылғанын айтады. Сонымен бірге қылмыс орнынан алынған топырақ үлгілері оның аяқ киіміндегі топырақпен толық сәйкес келген. Өзін қорғау үшін ол аяқ киімінің ұрланғанын, және полиция оны тұтқындағанға дейін аяқ астынан өз үйінің жанында пайда болғанын айтады. Ол өзін полиция әдейі құрбан етті деп айыптайды. Сот залында отырған Саванның әкесінің досы бұл адамның өтірігіне қатты ашуланады. Ашуды ұстай алмай, ол аяқ киімін шешіп алып, әлгі ер адамға қарай лақтырып, айқайлайды. Ты педофил! И ты зовешь себя человеком после того, что сделал с ней, сука! Ах ты скотина! Не помнит он! Сукин сын! Полиция араласқан соң сот залында бір сәтке хаос орнайды. Ал сол уақытта Саванның әкесі ауруханаға келсе, бірнеше адамның мультфильм кейіпкерлерінің костюмдерін киіп, Саванды көңілдендіріп жүргенін көреді. Ал Саван бұған қатты қуанып отыр. Шын мәнде бұл адамдар оның әйелі, оның құрбысы және аурухананың медбикесі. Мұның бәрін Саваннан бұрын жауап алған психиатр ұйымдастырған. Саванның анасы психиатрға қайта хабарласып, бәрін бірге жоспарлаған екен. Ол тіпті костюмдерді жалға алып келген. Саванның әкесі костюмдер үшін төлеуге барған кезде, ол бір костюмнің бір күндік бағасын сұрайды. Костюм иесі оған бір күндік жалға алу $200 тұратынын айтады. Бірақ Саванның әкінің ондай ақшасы жоқ еді. Ол жалға алу ақысын бөліп төлеуге бола ма деп сұрайды. Мұны естіген костюм иесі оның жағдайы ауыр екенін түсініп көмектескісі келеді. Ол әкесіне омон костюмдерінің бірін тегін бере салып, жұмысың біткен соң қайтарып әкелсең болды дейді. Осыдан кейін Саванның әкесі оған Каканаманның костюмін киіп палатаға кірді. Саван оны көргенде қатты қуанды. Ол бірден Каконы құшақтап алды, жүзінен бақыт сәулесі көрініп тұрды. Келесі күні таңертең психиатр Саванмен сөйлесіп, біраз уақыт өткізді. Әңгіме барысында ол Саванға жазғы демалысы аяқталып келе жатқанын, жақында оқу жылы басталатынын жұмсақ түрде айтты. Сосын Саваннан мектепке оралғың келе ме деп сұрады. Саван бірден бас тартты. Ол өзімен не болғанын барлық достарының білетінін сезеді, ал оларға қайта кездесу туралы ойдың өзі оны қатты қинайды. Психиатр одан ауруханада өзін қалай сезінетінін сұрағанда, Саван ашыла бастайды.
Ол өзін кінәлі сезінетінін айтты, өйткені ата-анасы жұмысқа бара алмай жүр. Аурухананың төлемдері көбейіп жатқанын, ал ата-анасының оларды әрең төлеп жүргенін біледі. Ол олардың өз кесірінен қиналғанын қаламайды. Сондықтан Саван мектепті қатты сағынғанын мойындайды, бірақ қайта оралуға ешқашан қабілетім жетпейтін сияқты деп қорқатынын да айтады. 2 күннен кейін Саван ауруханадан шығарылады. Анасы мен әкесі оны алып кетуге келеді, бірақ Саван әлі де әкесіне қараудан қашады. Олар көлікпен үйге қайтып бара жатқанда, Саванға қорқыныш сездірмес үшін әкесі екеуінің арасындағы пердені түсіріп қояды. Олар оқиға болған жердің жанынан өткен кезде, Суйонның жағдайы қайта нашарлай бастайды. Оны сезген әкесі дереу жылдамдықты арттырып, бұл жерден тезірек өтіп кетеді, қызын одан әрі күйзеліске түсірмеу үшін. Үйге жақындағанда Саван көліктен шығады. Сол сәтте оны жүрегі айни бастайды. Бірақ кейін анасы екеуі көңілдерін бірден көтерген дүниені байқайды. Олардың дүкенінің қабырғасында Саванның достары қалдырған көптеген сүйкімді, қолдау білдіретін жазбалар ілініп тұр екен. Бұл жүрек жарды хаттарды көргенде Саванның жүзі бақыттан жарқырап сала береді. Келесі күні таңертең Саванның ең жақын досы Йон Сук Саванның әкесіне келеді. В тот день я пришел, чтобы пойти с ней в школу. Если бы мы пошли вместе, ничего бы не случилось. Саванның әкесі оны жұмсақ түрде жұбатып, бұған оның кінәсі жоқ екенін, бұл ауыртпалықты көтермеуі керектігін айтады. Саванның достары оған көптеп құттықтау ашық хаттарын жібереді. Бұл қызға мектепке қайта оралуға күш-жігер береді. Келесі таңертең ол әпкесімен бірге мектепке барады. Алайда Саван өз стомасы үшін өзін жайсыз сезіне бастайды. Достары сұрай қалса, не айтарын білмегендіктен қатты уайымдайды. Одан бөлек достарының оған бір түрлі қарай бастағанын байқап, одан сайын қысылып қалады. Дәл көңілі түсіп тұрған сәтте, әкесі Какамонның костюмін киіп кенет пайда болады. Оның келуі Саванның бойына қайтадан сенім ұялатып, көңілін көтереді. Күндер өткен сайын Саванның әкесі оны мектепке үнемі Какамон костюмін киіп апарып жүреді, қыз өзін жалғыз сезінбесін деп. Ол тіпті мектеп директорымен сөйлесіп, Саванға жайлы болу үшін ер мұғалімдерден алыс жүруін сұрайды. Саванды одан әрі тыныштандыру үшін, әкесі оған бір қап қоқыс дорбасын сатып алып, ішіне шоколадты кәмпиттер салып қояды. Осылайша достары пакетті сұрай қалса, Саван сенімді түрде оның тәттілерге толы екенін айта алады. Саванның әкесі қыздың ешқашан өзін ыңғайсыз немесе орынсыз сезінбеу үшін барын салып жүр. Келесі күні Саван мектепке барған кезде, достары оның беліндегі пакетте не бар екенін сұрайды. Саван сенімді түрде оның ішінде шоколадты кәмпиттер тұрғанын айтады. Ол пакетті ашып, бірнеше кәмпит алып достарымен бөліседі, Сёнсук мектебіне қарай жолын жалғастырады. Жол бойы Саванның әкесі әлі де Какамон костюмінде жүріп, қызын көңілдендіріп, жанында құрбысы бар екенін айтып жұбатады. Алайда көп ұзамай Саван Какамонның әкесі екенін түсінеді. Ол бірнеше рет Какамонмен сөйлесуге тырысқанымен, костюм жауап бермейді. Қызығушылығы артып, Саван Какамонды анасының дүкеніне ертіп келеді, Какамонның шынымен әкесі екенін сұрайды. Саванның анасы масканы шешеді, ал ішінен ыстықтан терлеп шаршаған әкесі көрінеді. Әкесін мұндай күйде көрген Саван оның жанына жақындап, бетіндегі терін ақырын сүртіп береді. Сол сәтте Саван мен әкесінің арасындағы бұрынғы эмоционалдық алшақтық жойыла бастайды. Екеуі қайтадан бір-біріне жақындай түседі. Келесі көріністе полиция қызметкері Саванның әкесін кездесуге шақырып, зорлаушыға қарсы іс құлап жатқанын хабарлайды. Полицейдің айтуынша, күдікті өзін психикалық немесе физикалық тұрғыда денсаулығы нашар деп көрсеткен. Ол осы негізде сотқа өтініш берген. Бұл енді Саван сотта куәлік беруі керек деген сөз. Судья сказал, что видео с ее показаниями не заслуживает доверия. Но это же... Это убьет ее. И все же, если сейчас она не даст показания, все может обернуться гораздо хуже. Саванның әкесі Саван үшін мұның ең ауыр соққы болатынын түсінеді. Басқа амалы қалмаған соң, ол түрмеге барып, зорлаушымен кездеседі. Ер адам Саванның әкесіне өзін кінәсізбін деп айтады. Мұндай сұмдықты тек хайуан ғана істей алады деп ақталуға тырысады. Алайда келесі сәтте ол келісім ұсынады. Қазір ақшасы жоқ екенін, бірақ түрмеден шыққанда әкесіне қанша сұраса да төлейтінін айтады. Саванның әкесі оның сөзінен барлығын анық есіне түсіретінін және әдейі өтірік айтып отырғанын түсінеді. Ты был там. Ты все помнишь. Ты знаешь мою дочь. И ты думал, я так просто отпущу тебя, ублюдок? А ну не ругайтесь при мне.
А я еще думал, в кого это она такая нахальная. Похоже, все в папочку пошла. Подумайте хорошенько. Как вы думаете, сколько времени я проведу в тюрьме? Рано или поздно я выйду. Бұл сөздер Саванның әкесін ашуға булықтырады. Арызданушының мазақ қылғанымен қорқытуына шыдай алмаған ол ашу үстінде орындық пен түрме әйнегін сындыра бастайды. Келесі көріністе сот отырысы көрсетіледі, онда тағы да зорлаушыны әкеледі. Бұл жолы Саван да куә ретінде шақырылады. Им Саван, ты знаешь, зачем ты здесь? Зачем ты пришла? Я здесь, чтобы наказать плохого человека. Ты помнишь, как полиция снимала видео в больнице? Да, Должно быть, тебе тогда было очень больно. да, Но ты все еще помнишь тот момент? да. Ты посмотрела на фотографии и указала на плохого человека. Ты не могла бы сделать это снова? Подними руку, когда на экране появится его фотография. Хорошо. Саван? Это тот человек? Саван қылмыскерді көрсеткен соң, сот оны кінәлі деп табады. Алайда жасаған сұмдық қылмысына қарамастан, оған бар болғаны 12 жыл түрме жазасы кесіледі. Бұл шешім сот залындағы барлық адамдардың ашуын туғызады. Подождите! Вы проявляете к нему снисхождение из-за того, что он был пьян? Тогда не надо штрафовать за вождение в пьяном виде. Вождение в пьяном виде — это преступление, но вы спускаете ему с рук то, что он чуть не убил ребенка. И вы называете это судом? Ребенок чуть не умер. Наш ребенок. Я здесь, и ее отец здесь. И тот, кто виновен в этом, тоже здесь. И у нас есть доказательства. А вы даете всего 12 лет? К порядку. Вы знаете, сколько ей будет лет через 12? Ей не будет еще и 20. Саванның әкесі ашуға булығып, зорлаушыны өлтірмек болып, оған қарай ұмтылады. Бірақ ол жақындап қалған сәтте, Саван алға шығып, әкесін құшақтап тоқтатады, үйге қайтуын өтінеді. Әкесі эмоцияға беріліп, тоқтап қалады да қызын қатты құшақтайды. Идем домой. Вставай. Бірнеше ай өткен соң, Саванның анасы босанып, олардың отбасы жаңа мүшемен, ол баламен толыққанын көреміз. Саван бауырын көріп қатты қуанады, бәрі өз қалпына келіп жатқандай көрінеді. Алайда шын мәнінде олай емес. Саван мектепте сабақ аяқталмай жатып жиі үйге кетіп қалады, себебі басынан өткен қорқынышты жағдайды әлі ұмыта алмай жүр. Соған қарамастан, бауырының дүниеге келуі оған жаңа үміт пен өмірдің мәнін сыйлайды. Бұл оқиға кейбір адамдардың өмір бойы ішінде сақталып қалатын терең жарасын көрсетеді. Мұндай ауыртпалықтан арылу оңай емес, ол жанды ұзақ уақыт мазалайды. Осы видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Каналға жазылып, видеоны лайктап қоюды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Келесі кинотаймда кездескенше.